Құрметті әріптестер, мен өз жобамды таныстыра кететін болсам, жобамның тақырыбы мамандыққа бастар жол жобасы. Бұл жобамның ерекшелігі неде? Яғни кәсіби бағдар беруді кезең-кезеңімен жүйелі түрде ұйымдастырылуында. Яғни әр оқушы өз қабілетін танып, тәжірибе арқылы болашақ мамандығына үлкен қадам жасайды. Келесі. Қазіргі жаһандану дәуірінде білесіздер, еңбек нарығы күн сайын өзгеруде. Яғни жаңа технологиялардың пайда болуына байланысты бірнеше мамандықтар қазір күн сайын пайда болуда. Ал керісінше жағы бар, яғни кейбір мамандықтар қазір білесіздер Шива дәуірінде өмір сүреміз, кейбір мамандықтар күн сайын жойылып жатыр. Бұл жерде қазіргі оқушыларды болашаққа дұрыс бағыттау, яғни заман талабы болып тұр. Бұл олардың қоғамдағы өз орындарын табуға көмектеседі. Келесі. Яғни мен өз жобамды бастамас бұрын ең алдымен мектеп психологымен бірлесе отырып диагностика алдым. Яғни оқушылардың жеке қызығушылықтарын, олардың неге бейім екендігін, қандай мамандыққа бейімділігін анықтау мақсатында бірнеше сауалнамалар мен психологиялық тесттер алдық. Соның нәтижесінде мен өз оқушыларымның жасырын таланттарын анықтап, кімнің қандай мамандыққа жақын екенін анықтадым. Осы жерде диагностикадан көрсеңіздер, мұғалім, дәрігер, дизайнер, IT маманы, журналист, полиция әскерлеріне жақын мамандықтарды тапты. Яғни сауалнама мен тест нәтижесі бойынша сыныптың ерекшелігіне сай мен өзіме жоспар құрдым. Келесі, бұл енді ақпараттандыру кезеңі ең маңызды қадамдардың бірі. Өткен оқу жылында 21-ші мектепте Ұлжанат Әуелхановна бір ұйымдастырған семинарда осы мансап компасы туралы бізге ақпарат берген болатын. Яғни мансап компасы дегеніміз үлкен платформа, ішінде барлық мамандық түрлері қамтылған. Ол мамандықтар қазіргі таңда актуалды ма, актуалды емес па, қашан жойылуы мүмкін, қашан өзгеріске ұшырайды, сол туралы айтылған. Осы мансап компасын мен өз тәжірибемде қолдануды жөн көрдім. Және осы мансап компас платформасы менің жобамның бір үлкен тетігі болды деп айтсам болады. Осы QR код арқылы сіздер де кіріп көрсеңіздер болады, қандай платформа танысып көрсеңіздер болады. Яғни бұл жобаның тиімді тұсы оқушыларға өз болашағын саналы түрде жоспарлауға және де дұрыс мамандыққа таңдау жасауға мүмкіндік берді. Келесі, бұл жерде енді мен тек қана оқушыларды ақпаратпен ғана қамтып қоймай, практикалық тәжірибеде ұйымдастырдым. Яғни еңбегі адал жас өрен жобасы аясын мен іске асырдым. Енді құрметті әріптестер, қарасаңыздар, барлығы мен былтыр бастадым ғой бұл жобаны. Барлығы не істейді? Жоғарғы оқу орындарына апарады, сол бір 2-3 колледж ғана алып барады. Мен онымен шектелмей, оқушылардың мамандықтарға қызығушылығын ояту мақсатында бірнеше жергілікті кәсіп орындарға бардық. Яғни біздің қалада бірнеше кәсіп орындар бар екенін білдік. Бірнеше цехтарға бардық. Ветеринарияны өз көзімен көру мақсатында жаңағы диагностикада менде мал шаруашылығына қызығатын бір оқушы анықталды. Соны білу үшін біз ветеринарияға бардық. Сол жердегі лаборатория, мына жерде көріп тұрсаңыздар, кәдімгідей оқушылар лабораториямен, зертханалармен танысты. Жаңағы нан пісіретін заводқа бардық, бәліштерді пісіретін цехтарға бардық. Осы арқылы мен оқушыларымның қызығушылығын ояттым. Ол жерде оқушыларға мамандыққа қызық қой, жалақысы қанша ол мамандықтың? Ол маман неше сағат жұмыс жасайды? Соның бар өз сұрақтарына жауап ала алды. Яғни ол оқушының қызығушылығы одан арта түсті. Келесі, енді менің жобамның ішінде ата-аналармен жұмыс бар. Яғни ата-ананың жұмыс орнында бір күн жобасын алдым да. Менің сыныбымда бір оқушының анасы неде жұмыс істейді? Ішкі істер департаментында жедел қызмет атқару деген үлкен камералар орналасқан кабинет бар. Сол жерге оқушыларымызбен бірге барып, мына жерде қарасаңыздар, ішкі істер департамент мамандары бізге барлығын түсіндірді. Бұл жерде сол жердегі үлкен тағы да бір плюс болғаны, былтырғы жылы бірнеше құқық бұзушылықтар болды ғой, соларды бізге камера ашып көрсетті ғой. Мысалы, жаңағы жасөспірім балалар, 14-15 жастағы балалар ұрлық жасау, төбелес, сол сияқты бірнеше іс-қимылдарды істеген оқушыларды бізге анық көрсетті. Яғни құқық бұзушылықтың арты жақсылыққа алып бармайтынын да түсіндіре өттім. Яғни жоба отбасы мен мектеп арасындағы байланысты нығайтып қана қоймай, балалардың мамандық таңдауына ата-аналардың қолдауын сезінуге үлкен мүмкіндік берді деп айта аламын.
Сонымен қорытындылай келе, менің 25 оқушымның сыныптағы 7 оқушы 9-шы сыныптан кейін колледждерге қабылданды. Сол 7 оқушының барлығы грантқа түсті. Яғни жаңағы сервис және технологияға біреу, политехникалық колледжға 3 оқушым түсті. Сіздерге бір айта кететін ақпарат. Қазіргі таңда политехникалық колледжде жаңа 2 бөлім ашылды. Дронмен оқыту және мобилография бөлімдері. Осы менің оқушыларыма өте қызықты болды и 3 оқушым сол жерге грантқа түсті. Яғни бұл менің нәтижем. Балалар өз болашағын саналы түрде таңдауға дайын болып, қоғамдағы орнын табуға үлкен қадам жасады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.